Контент продюсер қанша ақша табады? Ассалаумағалейкум баршаңызға, есімім Әділет болады. Мен контент продюсермін. Контент продюсер деген кім десеңіздер, ешкім танымайтын кәсіпкерлерді аламыз да, звезда қыламыз былай айтқанда. Жеке өзім бағамын айтатын болсам, екі услуга бар бізде. 100 мың подписчик 15 миллион теңге и 1 миллион оқырман 100 миллион теңге. 100 миллион теңгеге сол 1 миллион оқырманға жеткенше біз видеоларын түсіріп, соның парақшасын жүргізіп береміз клиентіміздің. Бұлай орта есеппен алғанда 1 миллион оқырман жинау үшін 150 или 200 рилс түсіру керек болады. 150, в идеале 150 мен жиналып кетеді. Егер клиентіміздің өзінің харизмасы жақсы болса, біздің сценарийларымыз мықты болса, сол объемды 1-2 айдың ішінде клиентімізге орындап береміз. Орта есеппен алғанда сол бір рилсымыздың құны 500 мың теңге. Ал біз клиентпен келіскен кезде 200 рилс осынша теңге деп келіспейміз ғой. Біз гарант 1 миллион подписчик 100 миллион теңге, значит біз 1 миллион оқырманды жинағанша ол кісімен жұмыс жасаймыз. Саны бар сапасы жоқ рилстар түсіргеннен маған невыгодно да ол. Маған лучше бір күн бойы фокусын барлығын соған қойып, мықты сценарий шығарып, мықты видео жасап, сол бір видеомен максимально көбірек подписчик алып келген дұрыс. Бұл сала алдағы уақытта қазірдің өзінде ең қатты жарып атқан ең маржинальный сала десем болады. Біз органичный поток алып келіп береміз да клиентке. Клиент таргетпен мысалы біздің 3 видео түсірсек, бір видеомыз примерно 5 миллион болады да. Средний статистикамыз сондай. Атқан видео бір 4-5 миллион болады. Атпаған видео 100 мыңдай просмотр болады. Орташа видеомыз бір 300-400 мыңдай болады. Әшейін бір видеоның өзіне 5 миллион просмотр жасау үшін таргетке бір примерно енді видеоның атуына байланысты ғой жерде тоже бір 10 миллиондай сумма кетеді. 5 миллион просмотр Қазақстан көру үшін. И то андай біздің видеомызда адамдар басын көреді, до конца өзі көргісі келіп көреді. Ал таргеттен шыққан кезде андай реклама деп шығады ғой, нервың кетеді да, раздражать етеді ол нәрсе. Біздің контентіміз, клиенттерімізге беріп жатқан продуктымыз өте уникальный. 30 видеомен бір клиентімізге 300 мыңдай подписчик жинап берген кезде мен бұл нәрсені 10 есе қымбат сата алатынымды сол кезде түсіндім да. То есть адамдарға просто видео түсіре салу, там мықты қандай качествода түсірсең де қызық емес та ол. Адамдарға жаңа адамдардың тіркеліп, подписчиктердің келгені маңызды да клиенттерге. Яғни сіз видеоңызды қаншалықты күшті түсіре алсаңыз да, клиентке оқырман алып келе алмайтын болсаңыз, сіздің видеоңыз құнсыз болады. Ал егер бір видеомен көп оқырман алып келіп бере алатын болсаңыз, ол бір видеоның өзіне 500 мың теңге төлеуге дайын болады. Бұл жерде бір керемет лайфхак. Егер сіз клиентпен видеоның количествосына келісетін болсаңыз, сіз көбірек түсіріп тастап, тез ол клиенттен құтылуды ойлайсыз да. Яғни сапалы дүние шықпайды ол жерде. Ал егер де сіз бір 100 мың подписчик жинап берем, осындай 10 миллион теңге или 15 миллион теңге десеңіз, сіздің өзіңізде бір нереально мықты идеялар шығады да. Өйткені сіздің ойыңыз барынша көбірек видео түсіріп тастап құтылып тастау емес, сіздің ойыңыз гарантты орындау. Клиентпен гарантқа келіскен сіздің де деңгейіңізді өсіреді, ойлау қабілетіңізді өсіреді и клиенттің де абыройын өсіреді. Ең бастысы чегіңізді өсіреді. Енді осы әңгіменің барлығын қорытындылай келсек, контент продюсер айына қанша ақша алып келеді деген сұраққа нақты жауап жоқ, себебі әркімнің деңгейі әртүрлі. Менің басындағы 30 рилсқа 900 мың теңге болса, яғни бір рилсқа 30 мың теңге болса, қазіргі уақытта бір рилстың құны 500 мың теңге. Бір жылда ондай деңгейге жету үшін не істеу керек? Бір клиентті аласың, мощный результат көрсетесің, оны риза қылдырасың, ол клиент келесі клиенттерінде ол осы клиенттің саған тауып беретін болады. Соңында 500 мың теңге бір рилсқа алатын боласыз.